Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өзбек халқының дымляма тамағын жасаймыз. Ешқандай майға қуырмай, артық су қоспай, тіпті мүлде май құймаймыз. Өз соғында пісетін болады. Каналымнан көптеген рецептерді таба аласыз. Маған тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Ал енді керекті заттарды дайындап аламыз. Көкөністерді жуып, ашып дайындап алдым және қойдың еті, қабырғаларын алдым. Және тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш. Көкөністерді турап дайындап аламыз. Ал картопты бүтіндей салған дұрыс. Егер үлкен болса, 2 немесе 3 бөлікке бөліңіз. Қызанақтың соғы шығады, оны осылай ұсақтау етіп турап аламыз. Орам жапырақтың сыртқы қабатын осылай үлкендей қылып алып аламыз және ортасынан осындай ұсақ бөліктерге бөлеміз. Маған орам жапырақтың жартысы жетеді және осындай қатты жерлерін алып тастаймыз. Дәмдеуіштерді осылай араластырып қоямыз. Қазанды қыздырмай, тек өзін аламыз да осылай еттің майлы бөлігін астына қарай қойып шығамыз. Егер етіңіз майы болмаса, онда астына құйрық май немесе іш май төсеп шығыңыз. Егер ол да болмаса, сұйық майдан азырақ құюға болады. Үстіне пиязды төсейміз және әр қабатына дәмдеуіштерден сеуіп отырамыз. Үстіне сәбізді саламыз. Үстіне болгар бұрышын саламыз. Дәмдеуіштен сеуіп картопты саламыз. Үстіне қызанақты қоямыз және сарымсақтан саламыз. Алдымен ұсақ туралған орам жапырақты қойып, дәмдеуіштерді себеміз. Қалауыңыз бойынша ас көктен салуға болады және үлкен орам жапырақтың осындай үлкен бөліктерімен тамақтың бетін жабамыз. Осылай толық жауып шығамыз. Ас көктен саламыз. Қалған дәмдеуіштерді салып, ащы бұрыш салуға болады. Бастапқы уақытта қатты отта 10-15 минут қайнатып аламыз. Сосын баяу отқа қойып 2 сағатта пісіреміз. Ас көкті бүтіндей алып тастауға болады. Алдымен орам жапырақтарды ыдысқа салып шығамыз. Тамаққа ешқандай май, су құйылмаған. Барлығы өз соғында пісіп шықты. Бұл жерде еттің сөлі және көкөністердің және қызанақтың суы шықты. Барлығын әдемілеп қойып шығамыз. Осындай пайдалы көкөністерге, яғни витаминдерге толы тағам шықты. Тамағымыз дайын. Енді қалауыңызша ас көктен сеуіп ұсына беруге болады. Өте дәмді, еті жұмсақ, сочный тамақ болып шықты. Және қызықша каналды қолдап, видеоға лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Видео астындағы поделицаны басып, жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісе кетіңіз.